даналық пен абырой сұрау дұғасы. Бұл дұға Ибрахим пайғамбардың дұғасы болып саналады. Уа Раббым, менің бойыма даналық пен дұрыс үкім айтып, лайықты шешім шығара білетін қабілетті арта көр. Мені ізгі құлдарының қатарына қоса көр. Маған келер ұрпақ аузында шынайы түрде дәріптелуді нәсіп етіп, келер ұрпаққа жақсы атты қылғайсын. Сондай-ақ мені нығметке толы жәннатқа мұрагер болатын құлдарының бірі қылғайсын. Бұл дұғаның түсіндірмесі: біріншіден, уа Раббым, менің бойыма даналықпен үкім айтып, лайықты шешім шығара білетін қабілетті арта көр деген аяттың тәпсіріне қатысты сахаба Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: мұндағы мақсат, уа Раббым, маған өзіңді, үкімдерің мен тыйым салған нәрселеріңді білуді нәсіп ете көр деген мағынаны білдіретінін айтып, аяттың жалғасындағы мені ізгі құлдарының қатарына қоса көр деген тіркесіндегі ізгі құлдар сөзін жәннаттықтар деп тәпсірлеген. Демек, адамның жәннаттық болуы үшін қажетті қабілеттердің бірі ол даналықпен дұрыс үкім шығара алуы. Ибрахим пайғамбар болғандықтан халық одан үкім сұрайды. Сондықтан ол дұрыс үкім айта алу үшін Алладан даналық сұрайды. Яғни үкім шығаратын қазылар осы дұғаны айтып Алладан даналық тілеулері керек. Ал маған келер ұрпақ аузында шынайы түрде дәріптелуді нәсіп етіп, келер ұрпаққа жақсы атты қылғайсын деген екінші аяттың тәпсіріне қатысты имам Құртуби айтады: шын мәнінде Алла тағала Ибрахимнің тілегін қабыл етіп, оны іс жүзінде жүзеге асырды. Өйткені кімде-кім пайғамбар Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды қаласа, соны міндетті түрде Ибрахим пайғамбарға да салауат айтары анық. Бұның әсіресе 5 уақыт намаздарда көп айтылары белгілі. Оған қоса Ибрахим пайғамбарға ең абзал сәт әрі ең абзал орын саналатын мінберлерде салауаттар айтылады. Ал салауат рахым тілеу дұғасы саналады. Алла тағала басқа аятта біз ол жайлы кейінгілерге қалдырдық. Ибрахимге Алланың сәлемі болсын деген.